Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қызылордадан сөйлеп отырмыз. Зекет және қайырымдылық қоры Қызылорда облысына үлкен сапары, орталық мешітте қонақтарымызбен бірге зекет жайлы, жалпы қоғамдағы ең маңызды құндылықтардың бірі қайырымдылық жайлы, садақа жайлы, зекет жайлы болатын болады. Әрине, зекет беру ол қаржылық міндет пе, әлде рухани мектеп пе? Осы жайлы біраз әңгіме қозғайтын боламыз. Енді келген қонақтарымызбен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Зекет және қайырымдылық қорының директоры Мақсатбек Мақсотұлы және Қызылорда облысының бас имамы Дастан Жанасұлы. Алла разы болсын. Қош келдіңіздер. Енді бірінші сұрағымыз, зекет қоры үлкен жобамен, үлкен акция аясында Қызылорда облысына үлкен сапары басталды. Міне сол жайлы айтып өтсек. Мақсатбек ұстаз. Жалпы зекет қоры бұл тек қана қайырымдылықпен ғана шектелетін мекеме емес. Біз жалпы волонтерлық деген үлкен бағытымыз бар. Осы еріктілерді қайырымдылыққа және елге қызметке, табиғатты аялауға үйретіп жүрген жайымыз бар. Бізге бүгінге дейін осы қайырымдылық жаршылары деген еріктілер форумы Астана қаласында бірнеше рет өтті. Олардың өңірлік жиындары да болып тұрады. Сол жиынды өткізуге арнайы осы Қызылорда облысына ат басын тіреп келіп отырық. Негізі біз осы Арал өңірінде экологиялық жағдай өте күрделі болып тұрғаннан кейін біздің мемлекет басшысы айтқандай, таза Қазақстан акциясы аясында ағаш егіп кеше 1000 түп сексеуіл ағашын отырғызып келдік. Жалпы осы аялы ағаш саялы деген бастамамызбен Арал өңірінде 13.000 сексеуіл көшеттерін осы 3 жылдан бері отырғызып келеміз. Биыл бұл акция негізі осы Арал өңіріндегі еріктілермен басталса, осы биыл 4 облыстан бізде еріктілеріміз келіп осы акцияға қосылып отыр. Жалпы бұл өте қуантарлық жайт, өйткені Аралдың проблемасын айту бір бөлек, көзбен көру бір бөлек. Олар кеше келіп, біздің осы әрбір отырғызған сексеуіліміз қанша құмды ұстап қалады, қанша тұзды ұстап қалады деген өте терең мағлұматтар алды. Келесі жылда келеміз деп өзінің тілектерін айтып жатыр, лебіздерін. Мен қуантқаны бір жайт, 78-дегі бір қариямыз әлі тың, сол мен де бір үлесімді қосайын деп өзі шаршамай жаңағы Түркістан облысынан арнайы біздің волонтерлармен келіп, сол акцияға қатысып, қолымен сол сексеуілді екті. Енді Қызылорда облысында бізде зекет өкілдігі сол шараның бәрін ұйымдастырып, содан кейін жаңағы волонтерларымызға дастархан жайып, ол жерде әртүрлі сыйлықтарын беріп, сұрақтар қойып, кішкене пікір алмасып, өте жақсы атмосфера болды. Тамаша. Енді осы кезде айтып кету керек шығар, Қамбаш елінің және Қаратерең елінің имамдарына Алла разы болсын. Ол жерде үрдіс бар екен, әр жылғы жігіттері келген, сол бір жылды алып, келген қонақтар, келген қонақтарға, имамдарға болсын, жаңағыдай дастархан жайып, жолдастарымен бірге келіп, дастархан жайып, сол жерде батасын алып қалу келген қонақтың деген сияқты керемет үрдістері бар екен. Алла разы болсын. Расында кеше 19 жастан бастап Дастан имам 79 жасқа дейінгі аталардың барлығы сол жерде жүрді. Зекет қорының осы Қызылорда облысына жауапты оңталап ағамыз айтып жатырмын шетке шығарып, ағамнау 80 жаста атаны алып келген, қалай кішкене шаршатып қойған жоқпыз ба деп. Сөйтіп өзінен барып сұрасақ, мен өзім сұранып келдім дейді. Мен мына жерге келу үшін, әйтпесе Шымкент қаласынан келіп отыр, жоқ дегенде бір 800-700 шақырым келіп отыр ғой көлікпен. 900-ге шақын, 70 километр қосылып, сонымен сұрап жатырмыз, сізді шаршатып қойған жоқпыз ба, ата, бұл қалай, не деп? Жоқ, мен өзім келгім келді, мен өзім не істегім келді деп. Осы орайда тағы бір сұрақ. Енді сексеуілдің біз кеше пайдасын біліп жатырмыз, ұстаз, осы экологиялық, өзімізге, адамдарға пайдасы, Арал өңіріне, жалпы Қазақстан жеріне деген сияқты, енді оның рухани пайдасы қалай болады? Немесе бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан бір хадистері бар ма, ағашқа, талға байланысты? Бұл да бір садақаның бір түрі ғой, енді үлкен.
дастан имам толықтырар енді. Мен бір хадис келіп отыр енді ойыма. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді ғой: егер кімде-кім бір ағаш, тал немесе бір жалпы көк нәрсе отырғызса, және одан құс болсын, адам болсын, қандай да бір тірі жан болсын, бір пайдасын алса, олардың бәрі сол кісіге зікір айтады екен. Сондықтан кешеде мен ойланып отырмын, 13 мың түп деген оңай нәрсе емес. Сондықтан осы ағаштарды егейік деп. Бірақ сол жерде енді оңтүстік бізде кішкене дихандары бар, бағбандары бар. Ақылдасып жатырмыз, не істесек екен. Сосын енді дастан имам осында отырған пайдаланып, соның дән егіп көрейік деп жатырмын да. Бізде қанша мешіт бар, солардың көшеттерін біз жастарды сол мешітке келген сайын көріп отырсын. Не істеп жатсыңдар? Сексеуіл көшеттерін отырып. Оны не істейсіңдер сосын деген сұрақ туады ғой. Оны аралға барып егеміз деп сөйтіп тәрбиелей берсек, иншалла, олар да түседі. Мысалы, кейбір елдердің мемлекеттік жаңағы рәсімдері, олардың не жануар болады, бізде мысалы қыранымыз бар, бүркітіміз бар. Кейбіреулерде ол жаңағы ағаш. Ағаштарды соншалықты жақсы көреді. Мысалы, Канада елін алсаңыз, жаңағы жапырақ. Сол сияқты олардың миында да сол қалыптасу керек. Біздің елімізде біз экологияға, табиғатқа бір септігімізді келтіруіміз керек, пайдамызды. Біраз жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Енді өстіп насихаттап айтпаса халық көбісі білмейді ғой. Мешітке де келмейтін адам былайша мешітте не істейді осы деп сұрақ қояды кейде. Сол сияқты зекет қоры жайында хабары жоқ адам, олар ойлауы мүмкін тек қана садақа жинайды болды. Сосын мүмкін арасында азық түлік тарататын шығар деп. Бірақ мынандай үлкен экологиялық акцияларға үлес қосып, үлкен осындай мәдениет қалыптастырып жатқанын көбісі біле бермейді. Жаңа волонтерлық деп Мақсатбек сөз айтты ғой. Бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сирасында бар негізінде. Хилфул фудул деген бір оқиға болған ба, 20-25 жас кезінде өзінің жаңағы сол қоғамдағы бір келісімге қатысады да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол анау Меккеге Шам елінен бір саудагер келеді, тауарынан айырылып қалады, оның ақшасын бермейді. Жергілікті бандиттер дейміз ғой, сондай нелер жаңағы оның мал мүлкін тартып алады ғой, саудаға алып келген заттарын тартып алады, ақысын бермейді. Сосын ол төбенің басына шығады да: меккеліктер, құрайыштар, біз сендерді мына қағбаның қорушысы, қасиетті жердің мекендеушісі деп келеміз, ал бірақ запа шегеміз, мынау затымыз тартып алып жатыр, зұлымдық көріп жатырмыз айдың күні аманда. Неге бұған бейжай қарайсыңдар деп намыстарына тиетін сөздерді айтады ғой. Сол кезде Меккенің үлкендері, ірі бастылардың бәрі жиналады да келісімге отырады. Фудул деген бір артықшылық, сондай бір ізгілік келісімі деген сияқты мағынада ғой. Бұдан бұлай кімде-кім біздің жерімізге келіп осылай жәбір көретін болса, біз оның ақысын алып береміз, жаңағы бұзықтарды жазалаймыз деп сол жерге қатысқандардың барлығы соған уәде беріп келіседі. Сол жерде мен де болдым дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді ол кезде пайғамбар емес, жас кезі ғой. Соны айтып болады да, қазір де дейді, енді ислам келді, пайғамбар болды, қазір де мені сондай бір іске шақырса мен барар едім дейді. Өзі пайғамбар бола тұра, мына жақта бір қайырымдылық іс бар екен, мына жақта бір қоғамға пайдалы бір қоғамға пайдасы тиетін бір іс-шара бар екен десе, мен барып қатысар едім дейді. Жаңағы бүкіл пайғамбарлығым немін бәрін қоя тұрып, мынау мен де қарапайым осы қоғамның мүшесі сияқты, жай азамат сияқты бұған атсалысар едім деген үндеу да. Бұл енді осындай үлкен волонтерлық нәрселерден қалмаудың, жаңа 79-ға келсе де атамыздың соған барып жатқаны, осының түсініп тұрғаны ғой, сауабын біліп тұрғаны. Одан кейін жаңа менің түсінуімше, бұл не үшін сексеуіл егіп жатыр деп оңталап ағадан сұрап жатырмыз ғой. Бұл не акция, оның мәні не деп. Жаңа ғана теңіз тартылған сайын енді табанында құм қалып жатыр ғой. Ол желмен ұшып, тұзбен араласып, ол жаңағы бүкіл тек қана ол Қызылорда облысының халқына емес, сонау жаңағы әлемге, тіпті анау мұздақтардың еруіне бәріне алып келіп жатқан енді осы себеп қой. Енді тағы бір несі, зияны осы құм тұздың ұшуынан онкологиялық аурулардың көбеюі болуы мүмкін дейді. Осының бәрін енді алдын алу, Құранда да айтады ғой, бір адамның өмірін алып қалса, ол бүкіл жер бетіндегі адамдардың барлығының өмірін құтқарғанмен бірдей деп. Ал енді бұл жерде бір адам емес, бірнеше адам емес, бүкіл жаңағы әлемнің халқының денсаулығы, олардың өмірі ескеріліп тұр ғой. Сондықтан оның сауабы ұшан теңіз, өте көп. Барлық халықты, барлық осы жердегі жергілікті жамағатты
қатысуға шақырамыз осы акцияға. Керемет, алла разы болсын. Мен бір нәрсе айтып кетейін дедім. Әрине. Біз 3 жыл бұрын бірінші рет барған кезде жаңағы табличкаларды көреміз ғой. Сексеуілді кім егіп кетті, Америка мысалы USAID кім егіп кетті, Кореяның бірдеңкесі. Сосын мен қарап ойладым, құдай қазақтардың ешқайсысы екпей ма. Сосын біз де сол бірінші табличкамызды егіп зекет алиесі деп ат қойдық. Кеше қарап шықтық, 3 жыл бұрын еккеніміз біраз көтеріліп қалыпты, аллаға шүкір. Сөйтіп жаңағы сол жердегі неге байланысты орман шаруашылығынан мамандар да бізбен бірге болып бәрін көрсетіп жатыр. Бізді уже көз үйреніп қалды, таниды. Біз де баратын жерімізді, локацияны танып қалдық. Келесі жылы өзіміз бара береміз. Келесі өзіміз бара береміз, иә. Бірінші рет барғанда адастық. 100 километр әрі бері біраз жүріп қойдық. Бірақ қайтпаймыз ғой енді. Али оразау кезде біраз сынақтар болды. Бірақ аяғы басы қатты болса аяқ тәтті болады дейді ғой. Сол 13 мың көшет әрқайсының жаңағы жапырақтары бар. Ертең олар да ұрық шашады, олар да көбейеді. Олардың да бәрінің сауабы исламда сол, бір жақсылық істесең арға көбей береді. Машалла, керемет. Бұл жерде бір мәселе, зекет қоры ол тек қана малдың ғана зекетін алып, немесе ақша, алтын, күмістің ғана зекетін алып қана қоймай, зекет қорының мамандары ол қазақтар немесе мұсылмандар болсын, жастар болсын, олар әлемдік болып жатқан деңгейдегі проблемаларға, қазақтың ішіндегі елімізде болып жатқан проблемаларға ешқашан бейжай қарамайды. Зекет қоры 1%, 2%, 3%, 5% болса да өзінің салымын салып жатыр. Әрине, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында деп қояйық, алла разы болсын сіздерге. Сондықтан да зекет қоры әр жылы мессендж тастап жатыр. Барайық, егейік, алдын ала айтайық, егіп болғаннан кейін де міне деп есебін көрсетіп, халыққа деген секілді. Әрине, соңына келген кезде бір айтар сөзіміз сауаптан болсын. Алла тағала разы болсын. Биылғы енді ерекше болды, Дастан имам. Өйткені былтыр біз трактормен еккенбіз, биыл еріктілерімізбен бірге қолымызбен ектік, кәдімгі күректер алып барып, басына орман шаруашылығына жауапты мамандар көрсетіп тұрды, қалай егілу керек, ара қашықтығы қалай болу керек деген сияқты. Соның барлығын биыл еріктілермен шай ішіп отқан кезде айтып жатыр, биыл ерекше болды, қолымызбен егіп көрдік деген сияқты. Мен де бір барып енді егейін деп біреуін егіп кетейін деп тұрсам, ұстаз шақырып алды, сен басқа нәрсемен айналысты. Кішкене алла қаласа келесі жылы егеміз деп, одан да көп егуге иншалла. Ол түсіру ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой енді, бір адам намазға қатысылмаса, басқа бір іс шара істесе мұсылмандар үшін, бірақ ол солардың сауабындай сауап алады. Сондықтан оны жарнамалау, басқаларға көрсету, жақсылықтан нұсқаушы, онда түсіріп алмасақ, ертең көрсетпесек, сонда сауабын ал деп жатқан ғой. Алла разы болсын. Мақсатбек ұстаз, Дастан имам, жалпы қоғамда аллаға шүкір қазір зекеттің мағынасы, нисап мөлшері дегеніміз не, малдан қалай зекет беріледі, алтыннан деген секілді жастарымызда болсын, орта буын болсын, барлығында ақпарат жетерлік. Негізі аллаға шүкір жаймен зекет беру мәдениеті қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын. Қазір сіздер өздеріңіз толықтырарсыздар. Келесі қоятын сұрағым, жалпы зекеттің мағынасы ол көп, өздеріңіз білесіздер. Құранда соның бір мағынасы тазару екен. Ол қалай тазартады? Жалпы тазару деген сөзді біз енді ішкі жан дүниемізге қарағанда өте қиын да бақылау. Сыртымыз мысалы шаң болса, кеше біз аралда жаңа ағаш егіп болғаннан кейін үстімізді қақтық көрдік, мына жер шаң, мына жер тұз тиіп қалыпты деген сияқты. Бірақ ішімізде не бар екен біз өте қиын біл. Сондықтан адамның ең қиын жері ол малға, өзінің байлыққа деген махаббат. Өте қиын нәрсе. Өйткені оны білу үшін Алла Тағала тек қана бір нәрсені айтқан, сол малдардан ажыратып беріңдер жүректерінен, сонда түсінесіңдер. Сонда жүрегің тазарады. Егер бергің келмесе, значит сенде ол ақшаға деген махаббат өте күшті. Сен өзіңмен жұмыс істеуің керексің. Ол көп емес, 2,5%. Оны бере салу болады. Мысалы, басқа да бізде садақалардың түрлері бар, ұшыр дейміз, 10-нан бірі. Оған қарағанда 2,5% ол жеңілірек нәрсе. Бірақ ақшаны қолда ұстап тұрған кезде оның 2,5%-ын мұқтаждарға апарып беру өте қиын. Сол мұқтаждар сен тікелей туысқаның болмау керек. Олар мұқтаждардың қандай категориясы екен Алла Тағала өзі айтып кеткен. Былай кететін жолы жоқ. Сондықтан
зекет деген нәрсе өте күрделі. Сол адам ішіндегі мынау сараңдықты бұхыл дейміз ғой, кетіретін нәрсе, ол зекет болса, екінші жағынан сен қолыңмен барып сол мұқтаждарға берген кезде олардың жағдайын көресің, сосын альхамдулилля шүкір дейсің. Сол екі нәрседен бастасақ, Дәкең өзі жалғар енді. Жаңа енді нисап нені бәрі халық біліп қалды деп жатырмыз ғой. Мынау зекет онлайн калькуляторын айта кетсек, осы жерде сайт қой, zeket.online. Өте пайдалы дүние. Біз өзіміз де осыны пайдаланамыз. Кейде бізде нисап мөлшері қанша болып тұр қазір деген кезде, дәл бүгінгі бағаммен соның ашқан кезде сайттың төбесінде жаңа нисап мөлшері жазылып тұрады. Одан кейін жаңағы оңай, алтының болса алтыныңды жазасың, ақшаң болса ақшаңды жазасың. Көрермендер білсін, естісін деп жатқан ғой, білмейтіндер болса. Малың болса малың санын бәрін жазасың, соңында не беруің керек, қанша беруің керек, бәрін шығарып береді. Иә, сондай керемет оңай приложение жасалған. Оны енді қазір барлығы біледі. Ал енді жаңа тазаруға келетін болсақ, жаңа айтып жатырмыз ғой, жан дүниенің бірінші кезекте тазалығы деп. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендерге дейінгі үмбеттерді құртқан екі нәрсе дейді. Біреуі еркіне жіберілген нәпсі, екіншісі шектен шыққан сараңдық дейді. Енді нәпсі түсінікті, енді адам нәпсі тек жамандыққа жетелейді ғой. Ол сөз келтіретін, айыпты қылатын сондай бір істерге ғана жетелейді. Өйткені нәпсінің табиғаты сондай. Сол үшін де біз оны құлшылықтармен, ғибадаттармен, өзіміздің шариғаттағы тыйымдармен жан-жағынан оны ұстап отырамыз да. Ал енді шектен шыққан сараңдық дегенде шух деп келеді хадисте. Ол жай сараңдық емес, дүние құмарлық, дүние қоңыздық араласқан сараңдық дейді. Өйткені кейбір адамдар табиғатынан өзі сараң болуы мүмкін, оны бір қатты дүниені жақсы көргендіктен емес, әдет сондай, немесе бір туа біткен сондай бір несі бар да, жоқ болса да өзі сараң болуы мүмкін. Өзі бір кейбір адамдар болады, мұқтаж болмаса да қолын соғанағы бар дейміз ғой. Ол бір жаңағы сол майда-шүйда бірдеңелерді алып кетіп жүреді. Ол бір одан байып кетпейді, және оған күнде қарап отырған жоқ, онсыз да жағдайы жақсы адам болуы мүмкін. Бірақ сондай бір ауру ол. Әдет па, солай түсіндіреді енді. Сол сияқты сараңдықтың да жай бір түрі болуы мүмкін. Ал енді жаңа хадистегі айтылып тұрған сараңдық, оны дүниеге құштарлықпен араласқан сараңдық дейді. Ол бұрынғы үмбеттерді құртқан, сендерді де осы құртады деп жатыр. Неге? Өйткені мұсылман адам еш нәрсеге тәуелді болмау керек қой. Оны бір малмен қорқытам, оны бір немесе сол мал дүниемен шантаж етемін деген сияқты, бұл адам мен адамның арасындағы дұшпандықты алғанның өзінде. Ол оған тәуелді болмау керек. Одан оның ешқандай көңіл күйі, иманы өзгермеу керек та. Ал енді біздің 24 сағат аңдып отқан, бізді бағып отқан жауымыз бар ғой, шайтан деген. Ол бізді жаңағы әрбір жерден сүріндіргісі келеді, және әлсіз жерлерімізден ұстағысы келеді. Ал енді біз дүниеге жаңағы әлсіз болсақ, я болмаса тағы бір белгілі бір күнәларға келген кезде беріліп қоятын, соған қарсы тұра алмайтын болсақ, ол біз сол жерлерден сүріндіргісі келеді. Ал енді мал дүниеден адам егер махаббатын соған беріп қоятын болса, ең қатты опық жейтін жері сол жер. Сол үшін де Құранда Алла Тағала аля хуббик дейді ғой, жақсы көре тұра олар мал дүниесін сарп етеді дейді. Адам табиғатында бар, бәріміз жақсы көреміз, ол айып емес. Бірақ жаңа ғалымдар түсіндіреді ғой, адамның махаббат деген сезімі, ол Аллаға деген махаббат бар, дүниеге деген махаббат бар. Ол екеуі баланста ұстау керек деп. Яғни Аллаға деген махаббаты жоғары болып тұру керек. Ал енді біз бәріміз айтамыз қазір, Алланы жақсы көреміз дейміз. Мен де айтамын, сіз де айтасыз, бәрі айтады оны. Құранда аят түсті ғой. Егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда мен жіберген пайғамбарға еріңдер, оның жаңағы айтқанын істеңдер деп. Ол не деп жатыр? Мал дүниенің жылына бір рет жаңағы айтқан 2,5%, ол бір көп нәрсені өзгертпейді. Бір қырқып алып кететін бөлшек емес, 2,5% деген енді түсінікті ғой. Соны бер, ол өз-өзіңе жаңағы тексеру ғой. Мен Алланы жақсы көрем ба, шынымен жоқ па? Әлде дүниені көбірек жақсы көрем ба? Ал егер жаңағы зекетінің уақыты келіп қалған кезде неше түрлі айла іздеп, мен қалай болса зекет бермеймін. Мүмкін мынаны бір здание алып қоямын. Сол кезде жаңағы ғимаратқа айналғаннан кейін немесе аны айлалар іздейді ғой. Барынша анау шығаратын мөлшерінің аз болуын істейтін адамдар бар. Сол сияқты қазір нәзір еткен кезде де көбісі айтады, нәзір еттім, осы бір ісім оңға басып кетсе, мен мешіт саламын, немесе осындай көлемде садақа беремін дейді де, ол бірнеше есе өзінің ойлағанынан да көп іске асып кетеді жаңағы жобасы. Сөйтіп келіп пәтуасын сұрайды, мынаны енді мен көптеп айтып қойыппын алдында, жаңағы эмоциямен енді соны аздау қылып берсем бола ма деген сияқты. Адам дүниеге деген несі күшті ғой енді, жақсы көруі. Соның бәрін реттеп тұратын, тексеріп тұратын ол зекет та.
жылына бір рет келетін емтихан ғой. Бізге келеді, кәне жүрегің таза ма әлі, жоқ әлде жаңағы дүниенің кірлері жабысып қалды ма. Сол кезде көрсетеміз, міне мен әлі тазамын деп зекетімізді береміз. Ал егер қиналып қалсақ, онда кірлеп жатыр да. Ең қызығы өзімен күрес, емтихан. Мен бере аламын ба, бере алмаймын ба деген сияқты. Алла разы болсын. Енді сіздердің жауаптарыңыздан түсінгенім, өзімнің Құранда Алла Тағала барлығын айтып кетті. Қалай беру керек, кімдерге беру керек, бізге тек берсек болды. Есептеу білмейсің ба, zeketonline.kz-ге кір, барлығы жазылып тұр. Малыңның санын жаз, алтынның мөлшерін көрсет, ақшаңды көрсет, өзі-ақ есептеп береді. Негізі бізде мынандай бір нәрсе бар ғой, біздің қазіргі енді кәсіпте жүрген жастарымыз, олар бір коучерлер тыңдайды, барады, олардың тарихын зерттейді, не істеп жатыр екен, солардың істегенін істейді. Бірақ қанша байлар болсын, олардың тірелетін бір жері бір байлыққа жетеді, содан кейін олар қайырымдылық жасай бастайды. Кеше Амазонның несі жаңағы жеңгеміз дейміз ба, қалай дейміз, қанша миллион беріп жатыр, басқа байлар қанша жаңағы миллион тауып отқан актерлар, олар түсінеді да, ақшадан ләззат ала алмай жатқан. Сосын олар қайырымдылыққа бере бастайды. Яғни егер Алла Тағала осы байлықтан адам баласының жүрегі тынышталса, онда пайғамбарлардың бәріне осы байлықты береді. Бірақ пайғамбарлардың бай болғандары да бар, ғалымдардың да бай болғаны бар. Бірақ біздің пайғамбарымыздың саллаллаху жасаған дұғасы қандай деді? Я Алла Тағала, мен міскіндермен болайын, осылармен өлейін, осылармен тірілейін. Ол байлықты жек көру деген нәрсе емес. Ол просто ақыретте есеп хисабы жеңілді. Оны береді, сосын тезірек жаңағы өзінің Раббысымен қауышады. Бірақ байлық болса, оның responsibility, жауапкершілік дейді ғой, өте көп. Сенің бай болсаң, өзің көрмеген 20 жыл бойы достарың шығады, мен ауырып жатырмын, маған көмектес. Туысқандарының көршілері келеді, сені кішкентай кезінде көріп едік, маған көмектес, жұмысқа орналастыршы, үйтші бүйтші деп, енді кішкене бір нәрсеге жетсең солай. Сосын мен барлық біздің кәсіпте жүрген бауырлардың бәрін айтамын да, сен бай болдың деген сөз, сен проблемаң шешілген жоқ. Просто олар көбейді. Сондықтан ол проблемаларын шешудің жолы, Алла Тағала айтады, сен зекет бер. Сонда сен проблемаңды Алла Тағала шешіп береді. Өйткені бір адам баласының өзінің дүниеге деген махаббаты бір жерге келіп тоқтайды. Мысалы, Фирғауын, ол айтты, мен өзіме өлгеннен кейін әйелімді, бала-шағамды, алтын бәрін көміңдер, ешкім алып кетпесін. Бірақ ол мұратына жетті ме? Жоқ. Өлгеннен кейін қайдағы бір басқа континенттен адамдар келіп, оның жаңа байлығын өзінің музейлеріне алып кетті. Ол не деген сөз? Адам баласы өзінің байлығына, ол тек қана уақытша берілген нәрсе. Оған ол не? Тек қана қараушы. Ол оныкі емес. Оныкі болса өзімен жаңа алып кететін, бірақ алып кеткендерде алып кетпей тұр ғой енді. Сондықтан біз қараушы болсақ, ол бізге аманат. Аманат деген нәрсе не? Оған дұрыстап қарау керек. Оған қойылған шарттарды, талаптарды дұрыс орындау керек. Дұрыс орындау деген сөз дұрыс жерге жұмсалу керек. Және оның бір бөлігі жаңа мұқтаждарға бару керек. Алла Тағала мұсылмандарға сендер кедей болыңдар деп айтқан емес. Сендер пайдаланыңдар. Хадистерде келеді ғой. Алла Тағала бізге берген нәрсесін, жақсылығын өзінің құлдарынан көргісі келеді. Мен бердім бе, әдемі нәрсе ки, жүр, пайдалан, жақсы сотовың болсын, жақсы машинең болсын, үйінде кондиционерің болсын, вентилятормен отырмай қой, қазір 21 ғасыр деген сияқты. Интернетті пайдалан, ондай технологияны Алла Тағала шеше емес. Бірақ оны асыра пайдалану, бір кондиционердің орнына 10 штугын пайдалану, істеп тұрған телефонды лақтырып, жаңа модель шыққанына бола, жаңа жұртқа көрсетейін деп, жаңасын алу деген нәрсе, ол шариғатта құпталмайды. Сондықтан байлықтың жалпы осы тақсиму сарва дейді ғой, байлықтың бөлінуі. Алла Тағала бізді еш нәрсемен шектемеген, бірақ зекетті қосқан. Осыған ие болсаңдар, қалғаны өз ретіне келеді деген. Сондықтан Абу Бәкір Сыдық радиалlahu анху ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху қайтыс болғаннан кейін қандай мәселе көтеріледі? Олар айтады, біз намаз оқи берейік, зекет бермей қояйықшы. Жаңадан исламға келген тайпалар. Сонда Абу Бәкір Сыдық радиалlahu анху айтады ғой,
егер олар діннен қалай қайтса, мен оларға қандай шаралар қолдансам, зекеттен бас тартқандар үшін мен де оларға сондай шара қолданамын деп айтқан екен. Көрдіңіз ба? Яғни Алла Тағала Құранда намаз оқып зекет беріңдер деп айтып тұр ғой. Намаз оқып ораза ұстаңдар деген жоқ, иә? Намаз оқып қажылыққа барыңдар деген жоқ. Яғни намаздан кейін зекетті неге айтып тұр? Өйткені ол өте маңызды. Байлық, жалпы осы кедейлердің мәселесі, мұқтаждардың, ол сонымен жабылады. Басқа жаңа Алланың жолындағы мәселелер деген сияқты көп мәселе зекетпен жабылатын болғандықтан оған үлкен мән берілген. Одан бас тартқаны үшін ол қоғамға, жалпы ислам дініне қандай нұқсан келтіруі мүмкін, Абу Бәкір Сыдық оны түсінген, радиалlahu, және соның алдын алған, бізге сол арқылы көрсеткен. Намаз мұсылман адамға күнделікті, мысалы 5 уақытта болса, зекет, намаз оқып зекет беріңдер дегені жаңағыдай күнделікті нәпақасын табады, қажылығына бір рет барып келеді, оразасын жылына бір рет ұстайды, бірақ намазымен бірге нәпақа жүреді, сондықтан тазарту деген осы бір мағынасы ол шығар. Алла разы болсын. Көп рахмет, керемет нәрселер айтылды. Менікі деп жүргеннің барлығы негізі оныкі деген мағына шығады екен, Абай атамыздың, Алла разы болсын. Жаңа бай болу үшін деп айтып жатырмыз ғой. Бұл енді адам дүниеге келген кезде оның ниеті өте қатты қаралады. Ислам дінінде өйткені мал дүние ол мақсат емес, ол құрал. Өйткені хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер оңымен тауып, оңымен жұмсаса, яғни адалынан тауып адалға жұмсаса, және ішіндегі оның қақысын берсе дейді. Яғни біреудің қақысы деп айтылып тұрғаны ол жаңа зекет садақасы ысырап қылмаса, онда ол неамал мауна дейді. Ол қандай жақсы құрал дейді. Сен кедей болып жүргеннен көрі негізінде егер мүмкіндігің болып тұрып сен мал тауып тұрсаң, және соны жаңағыдай жақсы жағына жұмсап ақысын беріп отырсаң, онда ол өте жақсы құрал дейді. Ал егер керісінше жасайтын болса, онда ол өзі шағатын, өзіне атылатын бір жыртқыш аң сияқты немесе улы жылан сияқты деп келеді хадисте. Дүниенің пайдасы жақсы, бірақ зияны дәл сондай. Сондықтан анау дүние 4 түрлі адамнан тұрады деген хадисте ниетін айтады. Мысалға біреу болады, бай дәулетті, бірақ оны оңды солды шашады, ысырап етеді, күнәға жұмсайды, ондағы кедейлердің ақысын бермейді. Ол жаңағы ең төменгі дәрежеде болады дейді. Одан кейін екінші адам болады, ол сондай бай дәулетті, бірақ жақсылыққа жұмсайды, кедейлердің ақысын береді, ол жаңағы Алланы ұмытпайды. Ол ең жоғары дәрежеде болады дейді. Енді осы екеуінің жанында тағы екі кісі бар да. Ол екеуінің мал дүниесі жоқ. Бірақ біреуі жаңағы бірінші ысырапшыл күнәһар адамға қызығады. Егер маған Алла мал берсе, мен де дәл осылай шашып, шайқып жүретін едім. Бүкіл жаңағы күнәға себепті қызықтардың бәрін көретін едім деп тілейді. Ол да жаңағы кісімен бірге ең төменгі дәрежеде болады дейді. Бірақ ол оның істеген күнәларын, оның жұмсаған мал дүниесін жұмсаған жоқ, бірде-біреуінде. О да жоқ та. Ниетіне бола Алла Тағала оны соған қосып қойды. Ал енді төртінші ең соңғысы, ода да жоқ, бірақ егер берсе, мен мына кісі сияқты жақсылыққа жұмсар едім, қайырымдылық жасар едім, кедейлерге, мұқтаждарға, ағайын туысқа көмектесер едім деген сияқты жақсы мақсаттары бар да, жақсы ниеті бар. Ол да жаңағы кісімен бірге биік дәрежеде болады дейді. Бірақ ол кісінің жасаған садақаларының, ол кісінің жасаған қайырымдылықтарының біреуін де жасаған жоқ. Неге? Өйткені ол дүниенің не екенін түсініп тұр, және ол қолына тиген кезде не істеу керек екенін біліп тұр. Бұның өз алдына ілім дейді. Ал егер бұл ілімі жоқ болса, ол адам дүниемен дұрыс қарым-қатынас жасай алмайды да, керісінше ол құриды. Мысалы қазір автокөлікті ешқандай оны жүргізе алмайтын, мүлде рөлге отырып көрмеген біреуге бер, ол өзінің де өмірін құртады, басқаның да өмірін құртады. Ал енді сондай қолының ебі бар жақсы бір іскер біреуге бер, ол сонымен жаңағы таксовать ету мүмкін, басқа да шаруалар жасау мүмкін, бала шағасын бір семья асырау мүмкін да ол сонымен. Көрдіңіз, екі адамға қалай әсер етіп тұр. Біреуі тілін, оның көзін біліп тұр, не істеу керек екенін, ал екіншісі білмейді. Енді жаңағы адамда ниет болады. Өйткені Алла Тағаланың өз құдси хадисте сен бер, мен саған берем дейді. Жаңағы саған келіп жатқан ризығыңның жолын тартқың келмесе, сен беріп жатқан жолдарыңды тартылтпа дейді. Бұның бәрі адамның беруіне байланысты. Бірақ айналып келген кезде Алланы дұрыс тануға келеді. Егер Алланың жомарт, неге Құранда мен ғани, баймын, акромул акромин деген сияқты жаңағы нелер дұғаларда да келеді. Жомарттардың ең жомартымын, ризық берушімін, өзінің кеңдік жағынан, берекендік жағынан Алла Тағала көп сипаттайды да. Өйткені адамның арасында қарым-қатынас сондай.
мысалға егер маған бір сондай бір бай өте Қазақстанға белгілі бір миллиардер дейік бір келіп жаңағы бір кісіге көмектесіп жіберші, қолында ақша болса бере салшы, мен кейін сені ренжітпеймін, өзім не қыламын десе, яғни орын толтырамын, артығымен беремін десе, біз ананың состояниесін білеміз ғой, сенеміз. Болды, мен қатырамын деп оны жүгіреміз жұмысына да. Өйткені ана кісіден еселеп қайтатынын біз біліп тұрмыз, сенімдіміз, және оның жомарттығын көріп жүрміз. Сол сияқты мысал беріп жатыр да Алла Тағала. Мен жомартпын. Сен кішкентай жомарттық қылсаң біреуге, ол менің хақыма ол лайықты емес пе, кішкентай дәл сондай қылып қайтару. Мен оны 100 есе 1000 есе қылып қайтарамын. Ибн Атаилла хикметтерінде айтады ғой, егер сен қолма-қол нақыт дейді, қолма-қол беріп тұрсаң, Алла Тағала сенімен қарызға есептеспейді дейді. Мысалы, дәл қазір сен сауап жасадың, дәл қазір сен біреуге қайырымдылық бердің ғой, оны ертең ақыретте сауабын беремін деп Алла қарызға қалдырмайды дейді. Оны саған да дәл қазір береді, дүниеде береді деген сөз да. Яғни біреуге жасаған жақсылығының қайтатынын айтып тұр. Сол сияқты бай болам деп зекет берсе, бай болам деп садақа берсе, ол жақсы нәрсе, және ол ниеті де байлық үшін болып есептелмейді. Ғалымдар айтады, Алла Тағаланы өзі сонымен қызықтырып тұр ма, онда рұқсат дейді. Мысалға жаңағы белгілі бір сүрелерді оқыған кезде сен байисың, мысалы умраны қайта-қайта жасасаң, ол күнәларды және кедейлікті кетіреді дейді ғой. Сол сияқты материалдық ар жағында уәде етілген хадис немесе сондай бір аят болса, сен соған сүйеніп сондай ниетте жасасаң, түбінде бәрі Алланың разылығы үшін жасап отырған белгілі ғой. Сондықтан ондай нәрселер рұқсат дейді. Мен бай болу үшін зекет беруге ол шариғат рұқсат етеді. Зекет, намаз, роза, хадж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы түт, бәрін тегіс дейді ғой. Түсінгенім, баланы ұстай білу керек, ұстаз. Келген кезде, жоқ болған кезде, айтқым келгені, мұсылман адам, кейбір азаматтар бар ғой, енді аттарын айта алмай қойып, мұсылман адам бай болу керек, бай болу керек, бай болу керек дейді деп көп айтады да, бірақ келесі жағы қалып қойып жатады да, ұстаз. Сондай көп көріп жатамыз, байлыққа көп мән береді де, бірақ құлшылыққа келген кезде жаңағыдай бір басқаша бір позицияны ұстанып жатады. Сондықтан бұл жерде баланс болу керек сияқты. Алла разы болсын. Қазіргі уақытта қайырымдылық қорлардың жұмысын көрсету үшін ол әрине бірінші уақытта ұстаз, есеп, екінші уақытта ашықтылық керек. Айтқым келгені, қайырымдылықты жариялау қаншалықты дұрыс? Ол жариялау керек, дұрыс па, жалпы? Енді кейде бізден де сұрайды, неге істеген шаруаларыңызды сайтқа қоя бересіздер, рия қыла бересіздер. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху ол зекетті жинаған кезде, бір садақаны жинаған кезде жария түрде де жинаған, мысалы айтқан, біз осындай мына бауырымыз келіп тұр мұқтаж, кім үйіне апарып тамақ бере тұрған, немесе әйел жамағаттар айтқан, кімнің үйінде алтындары бар, берсеңдер садақа қылып. Еркектерінде уже беретін нәрсе жоқ, беретін еді. Сосын оларды шешіп берген. Бірақ бәрі көріп отыр, кім не беріп жатқан. Сондықтан Құранда да айтқан, жария қылып беріңдер, құпия қылып беріңдер, Алла Тағала көреді бәрібір оны. Бірақ құпия бергеннің пайдасы ол сенің нәпсің көтерілмейді дейді. Бірақ жария берсең, басқалар оны көріп, біз де берейік десе, онда одан ешқандай нұқсан жоқ. Бірақ берушінің өзі рия ниетімен берсе, әрине ол үлкен нұқсан, оның берген садақасына да, өзінің Алла Тағаланың алдындағы оның дәрежесіне де. Бірақ бізге берген нәрсе, адам өзінің берген жақсылығын ол дұрыс жетті ма? Бірінші, қазір заман сондай болып кетті ғой, әртүрлі үрдістерін келген. Соны біз есеп ретінде салып отыруымыз. Оның негізгі мақсаты сол. Өйткені кейбір, мысалы, берейін деп жүрген адамдар қайда беретінін де білмейді. Өйткені бізде енді қоғамда бірнеше сондай кейстер болды. Адамдар берген садақасы қайда барғанын артынан сұраған кезде басқа бір бейтаныс қорлар оның жауабын да бере алмаған. Сондықтан жұрттың жалпы қайырымдылыққа деген сенімдері азайып барады. Сол үшін біз осы мәселені біздің бас муфтиміздің тапсырмасымен не істедік? Қолға алдық. Ол қандай мәселе? Ашықтық. Біздің жылдық есебіміздің бәрі ашық. Жыл сайын біз ішкі ревизияны жүргіземіз, сосын сыртқы аудит. Сосын аудит келген кезде біз кәдімгідей қиналып кетеміз. Қай жағынан? Өйткені біздің жасап жатқан қайырымдылықтардың кейбір түрі заңнамада жоқ. Сосын кейде біз ақылдасамыз, кәдімгідей заңгерлерді шақырып. Мысалы, осы нәрсені қайырымдылыққа заң бойынша жатқызамыз ба, жоқ па?
Өйткені мысалы шетелде қайырымдылық деген нәрсе, сен қайырымдылық деп жазасың да болды. Ол салықтан жаңағы бір бөлігі шегертіледі. Бірақ Қазақстанда енді қайырымдылық берушілер аз ба, жаңағы тәжірибе әлі дұрыс қалыптаспаған. Мысалы қазір жаңа салық кодексі кіріп жатыр, тағы басқа мәселелер пайда болып жатыр. Солардың желісінде біз заңгерлермен де ақылдасамыз, осы ашықтықты қалай дұрыс істеу керек. Және де біздің зекет алушыларға олар да түсінетін мұқтаждар. Пайғамбарымыз саласында айтады ғой, мұқтаж келсе, қолында болса береді, болмаса кет деп айтпаған, ол күте тұр деп айтқан. Біз де сол күте тұр деп айтамыз, өйткені біздің жаңағы бағдарламаларымыз бар. Елдес пәтерге, өмірге үміт сыйла, жаңағы азық түлік бойынша, киім кешек бойынша, солардың әрқайсысына біз мүмкіншілігінше көмектесіп отырамыз. Бірақ мына жерде жоқ болса, біз күте тұр деп айтамыз. Сол үлкен нәрсе. Яғни біз берген нәрсеміздің жариялануы ол бір рияйкерлік емес, ол басқаларға мотивация және біздің жұмыстың нақтылы, дұрыс, тиянақты және жүйелі істелініп жатқанын айғақ ретінде жариялап отырмыз. Машалла. Иә, ақшаның бәрін не істеп жатсыңдар деген адамдар жыл сайын азайып келе жатыр, Аллаға шүкір. Өйткені қайырымдылық зекет алушылар, зекеттің қорының мамандары, қайырымдылық қорының мамандары оны алғаннан кейін ол екінші мәселе бар, апарып беру. Өзіне алмайды ғой, апарып беру. Апарып бергеннен кейін оның есебі керек. Біз түсіндіріп айтамыз барынша, суретке түсіп алу керекпіз деп. Ол кісілер өздері айтады, проблема жоқ, немесе бетімізді жауып қоя салсаңыздар деп. Ол жерде ешқандай әбестік жоқтықтан Алла разы болсын. Садақа берудің жалпы жақсылық жасаудың және садақа берудің ешқандай шегі жоқ, максимумы жоқ. Енді келесі бір сұрақ пайда болады, оның минимумы, ең кішкентайы бар ма? Ең несі кішкентай садақа қандай болу керек? Біз енді көп жағдайда сұрап жатады, зекетін қайда берсем болады, немесе қажылыққа қай компаниямен барайын деп. Біз айтамыз, муфтияттың зекет қоры бар, жаңа Тауаф тревел қажылық компаниясы бар. Сен солармен бар. Өйткені олар енді жаңа неше түрлі қорлардың бүгін ашылып ертең жабылып жатқаны, егелердің ұсталып қамалып жатқанын көреді де енді жаңағыдай ойлайды ғой. Мен айтамын, бұл муфтият бүгін ертең жабылып қалайын деп жатқан мекеме емес, Алла сақтасын. 36 жыл бойы міне жұмыс істеп тұр. Ол тіпті белгілі бір сол қордағы адам сені алдап соқса да, сен артында тұрған мекемеге бара аласың. Болуы мүмкін ғой, неше түрлі жаңа адам баласы ішінде дейді, кез келген жерде бір бұзық біреу болуы мүмкін. Сондай жағдайға ұрынып қалсаң да, сен артында үлкен дардай мекеме тұр, барып мен пәленше деген адамға зекетін беріп едім, ол үйтті бүйтті, өзінің қалтасын салып алды деген сияқты арызыңды айта аласың. Яғни оның артында тұрақты тұрған мекеме бар да. Және ол мемлекет жағынан да барлық жағынан қадағаланып тұрған, енді бүкіл елдегі мұсылмандардың өкілдігі ғой, енді үлкен ол діни басқарма деген. Сол сияқты қажылық өзінің компаниясы да бар. Жаңағы жерде неге жария дегенде тағы бір мәселе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сирасында келеді. Бір күні адамдардың сондай бір жұпыны жүргенін, жағдайларының бір нашарлап кеткенін байқайды Мәдина қаласында кезінде ғой. Сөйтеді де адамдардың бәрін жинап мешітке жинайды да қатты сөздер айтады. Сендер бауырларыңнан тыққан дүние соншама деген сияқты бір ауыр сөздерді айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда дейді, ана хұтпа аяқталғанша адамдар мешітке әкеліп жаңағы дүниелерін, садақаларын беріп жатыр, ана жер тау болып үйіліп қалды дейді. Сонда енді адамдарда бар ғой үйінде өздерінен артық мөлшерде мал мүлік демек. Неге енді соған дейін пайғамбарға айтқызбай ақ бермеді деп ойлауымыз мүмкін ғой. Адам жай байқамайды. Мысалы өзі жақсы машинамен жүрген кезде, жақсы жерден тамақ ішіп жүрген кезде кілең сондай адамдарды көреді ғой енді. Қымбат жерге барса, қымбат киініп жүргендерді көреді. Қымбат тамақтанатын жерге барса, сондай қымбат жерден тамақтанып жүргендерді көреді. Сөйтеді де ойлайды, халықтың бәрінің жағдайы жақсы екен ғой деп. Ал енді нағыз мұқтаждарды, олар қалай күн көріп жатқанын жаңа зекеттің өкілдері біледі, волонтерлар біледі. Мысалға күнде барып үйіне азық-түлік апарып беріп отырған, ол қарапайым әшейін жаңа тұз, сода деген сияқты нәрселердің өзіне мұқтаж болып отырған ол кісілер білмейді да, байқамайды былайша айтқан кезде. Әйтпесе оның жаман ойы жоқ, мен бұл дүниені тығайын, мен бауырларыма бермейін деген жаман ойы жоқ. Әйтпесе сахабаларда ондай нәрсе болуы мүмкін емес қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олар назарын аудартқызды да, қарамайсыңдар ма, көрмейсіңдер ма, не киіп жүрген қара, мына қалай тамақтанып жүрген қара деген кезде барып олар ойланды, оқ деп. Сосын барып көрді да, сөйтіп жаңа нәрселерді әкеп берді. Жариялықтың бір жақсы жері, пайда жері осы, басқа адамдарды оятады да, басқаларға түрткі болады. Ал енді оны
мен зекет бермейді екенмін деп кейбір адамдар болуы мүмкін, нисап мөлшеріне жетпейді ғой деп, ол садақа берме деген сөз емес. Зекеттен бөлек нәпіл садақа бар. Жаңа аятта да уафи амуалихим жаңа хаққун деді да, біреуінде хаққун маалум дейді ғой, 2 рет кездеседі ғой. Олардың, яғни ақшасы барлардың мал дүниелерінде белгілі бір ақы бар деді. Ол енді зекеттің ақысы. Өйткені жаңа 8 категориясы бар, оның өзінің жаңа нисап мөлшері бар. Екінші бір аятта жай ғана ақылары бар деді. Ол садақаның ақысы да. Өйткені ол жерде мөлшер жоқ, ешқандай шарт жоқ, 1 жыл толсын деген сияқты енді зекеттің талаптары жоқ қой. Сіз 100 теңгемен де садақа бере аласыз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте жарты құрмамен болса да садақа беріп өздерінің тозақ отынан құтқарыңдар дейді. Адамның тозақтан құтылуына бірден-бір тікелей себеп болып тұрған ісі ол садақа. Және оның аз көбі жоқ. Жаңағыдай мен бай емеспін, мен зекет бере алмаймын демей, керісінше қолындағы жаңағы 100 теңгесі болсын, 1000 теңгесі болсын, содан садақа беру керек. Өйткені бір хадисте келеді, 1000 дирхамнан 1 дирхам озып кетті дейді. Сауабы тұрғысынан ол асып кетті дейді. Сонда сахабалар таңғалып сұрайды, ол қалай ол? Біреу деген 1000 дирхам беріп тұр ғой дейді. Анау 1 дирхам берді. Жаңа 1 дирхам беріп тұрған кісі ол малының жартысын берді дейді. Өзінде 2-ақ дирхам бар да ол. Сөйтіп ол 1 дирхамын садақа қылып беріп тұр. Анау болса бір артық жатқан, артықтан да артылып қалған 1000 дирхамын садақаға беріп тұр дейді. Яғни мүмкіндігі одан да көпке жететінін біле тұра, сонда да тарылып тұр, сонда да сараңдық қылып тұр. Неге ол, енді ол өзінің малы ғой, оны неге айыптап жатыр деп ойлауымыз мүмкін. Ол ана шайтанға еріп тұр ғой. Өйткені шайтан Құранда не деді? Аш-шайтану яидукумул фақр. Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады деді. Ол ана ар жағындағы бір дүниесінің өзіне берсем мен қазір кедей болып қалмайын ба, өзім мұқтаж болып қалмайын ба деп содан қорқып ол шайтанның сөзіне еріп тұр дейді. Алла тағала не дейді? Мен баймын, мен жомартпын, берсең мен берем, сен біреу берсең мен 100 берем деп уәде етіп жатса да ол Алланың сөзіне сеніп тұрған жоқ деп, ол сол үшін оны кемітіп тұр дейді. Әйтпесе ол өзінің малы өзі біледі ғой деп қарауға болатын еді дейді. Бізде андай Түркияда жер сілкінісі болды ғой. Сонда айтады ғой, баласы бар үйде өтірік жаппайды деп. Неге? Өйткені бала ойламайды да жаңағы әртүрлі қиын комбинацияларды. Жүрегінде не бар, соны істейді. Соны бір кішкентай қыз көріпті. Жер сілкініп жатқанын, сосын айтқан, осы бізге қазір кішкене жағдай жетпей жатыр деп. Түркияның президенті айтқаннан кейін біз өзімізде барып қайттық әлі. Көмекпен жамағатымыз ақша жинап, соны табыстап. Сонда ана қыз жинап жүрген майда ақшасы бар екен копилкада. Соны алыпты да, әке жүрші деп қоймайды дейді әкесіне. Кешке жұмыстан келсе, апарып берейікші, аналар мұқтаж ғой деп. Соны апарып берген екен. Сосын енді барлығы аяқталғаннан кейін Түркияның елшісі бәріміз шақырып, жаңа рахмет айтып, дастархан жайып, осы қиын кезде бізбен бірге болдыңыздар деп. Жаңа қыз да келді. Сол кезде мен ойладым, біздің шіркінай ойларымыздың бәрі осы қыз сияқты болса, мен бере салайын, кейін Алла тағала бір жерден болады ғой деп. Сол сияқты жаңағы Атырауда былтыр солған кезде Қолсарыда біз муфтимен де барып қайттық. Ол жердің су кешіп жүріп, өте қиын жағдайлар болды. Сонда бір жігіт умраға жинап жүрген ақшасы бар екен. Сосын жаңа енді азық-түлік жетіспей жатыр, сол ақшасын бәрін беріп тастапты. Сосын сұрағым ғой, сен умраға жинап жүрсің ғой, не бәрін қалай барасың? Алла тағала аузынан салып тұр ғой, мен қажылыққа барам деген ғой, умраға бармай ақ қойын. Сөйтіп муфтиіміз барып, сол жерде көріп, жаңа жанкешілігін оған жаңа қажылық сыйлады. Сол қажылыққа барып келді, сол волонтеріміз, Алла разы болсын. Яғни адамның ниеті қандай ақ болса, Алла тағала оны мен көбейтіп берем деген ғой. Сосын жаңағы байлар ақшасын санай береді дейді ғой. Уаддада, Құранда келеді ғой. Сондықтан зекетті сен ескерт деп те келеді, сосын хуз мин амуалихим садақа. Сен барып ал деп айтады Алла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жаңа зекет жинаушыларды тірі кезінде дайындап, қалай бару керек, қалай алу керек, келгеннен кейін қалай бөліну керек, барлық процестерін айтып кеткен. Алла разы болсын, керемет. Амалдар ниетке байланысты дейді. Сондықтан әр адамның алдында қойған ниеті қандай, Алла тағала барлығын білуші.
Енді қазіргі уақытта қоғамда зекет берудің мәдениеті егер Алла қаласа жақсы болып кетсе, жақсы болып кетсін деп дұға етеміз. Әрине қалыптасса, қоғам қалай өзгеретін еді, қалай өзгерер еді деп ойлайсыздар? Өйткені қазір енді жан-жағымызда жүрген кәсіпкер азаматтар бар, барынша айтып жатырмыз, былай көмек берейік, не істейік деп. Олар енді бір барып бергеннен кейін оларды түсініп жатыр. Ұстаз бізге всегда айтатын, бір азық-түлік алып барып беру немесе бір рет көмек беру, ол мұқтаж кісінің жағдайын ешқашан өзгертпейді да. Келесі жыл ол қайтадан келіп тұрады. Жаңа азаматтар кейде айтады ғой, жаңағыдай құрбан айт кезінде номер алады бізден, жаңағыдай не алады, еріктілермен қосып жібереміз оларды, барып көмектеседі, келіп тұреміз. Ана кісілер номерін сохранить етіп алып, 2-3 айдан кейін қайтадан жазып тұратын көрінеді да, бізге әкеп беріп едіңіз, қиналып тұр, не істесек болады деп. Маған шығады да, мен айтамын, дұрыс енді, не істейсің енді, көмек беру керек деген сияқты. Сондықтан қоғамға пайдасы. Жалпы зекет деген нәрсе, зекет қоры не үшін, өйткені сол адамдарға қайта звондамай, бізге звондайды, сосын бір өтінішін аламыз, бізде сосын мұқтаждардың базасы бар. Кім қашан көмек алған біз содан көріп тұрамыз. Сосын мұқтаждардың ішінен де мұқтаж жағы бар, жалпы бізде мысалы қарауымыздағы отбасылар деген мұқтаждардың категориясы бар. Ол жерде асыраушысы жоқ, үйі жоқ, отбасында бірнеше жаңағы ерекше жандар, мүгедектігі бар. Соларға қарап отырған бір әлсіз әйел адам ғана, ол жұмыста істей алмайды, өйткені үйіндегі адамдарды бір сағатқа да қалдырып кете алмайсың. Біреуі сағат сайын талма ауруы бар, екіншісі сағат сайын бір жерге шығып кетіп, бірдеңкені сындырып, қиратып, өртеп кету қаупі бар. Енді кішкене психикалық ауытқуы бар. Енді сол аналар келеді бізге. Оның көз жанарында өмірге деген үміті жоқ. Шаршағаны сонша. Сондықтан біз оларды қамқорлық қалып, әр ай сайын бірдеңке беріп тұруға тырысамыз. Моральды түрде де қолдап. Өйткені енді Алла Тағала басқа түсірмесін деп бәріміз айтамыз ғой. Олар да ойламаған ондай жағдайға түсетінін. Бірақ жағдай түскен кезде жаңа еркектер тастап, басқа отбасын құрып, мына отбасымен шаруасы жоқ. Енді сол адамдар өздері келуге де уақыт жоқ бізге. Жазады. Мен осындай келе алмай тұрмын. Сол біздің әлеуметтік мамандар барып көреді. Сосын оларға жаңа көмегін апарып береді. Егер біз бір мекеме болып оны істемесек, жеке адамға істеу өте қиын ол. Бәріміз жұмыстамыз, уақытымыз жетпейді. Сондықтан жаңағы бұл бір сенімді жол сілтеуші болу керек та. Мұқтаждарды да білетін, сосын жаңағы берген малын бізге аманат қылып тапсырған, мынау мен зекетім осы мұқтаждарға жеткізіп беріңдер. Сол адамдарға есебін беретін. Осы мекеме қазір енді зекет қоры болып тұр ғой. Сондықтан жалпы қайырымдылыққа сенімді серіктес, ол зекет болғандықтан келіңіздер. Көп адам айтады, не істеп жатсыңдар? Сосын келіп біз түсіндіреміз. Просто мен айтамын, отырыңызшы мына жерде. Ол отырады, сосын біреу келеді, тамағым жоқ, екінші келеді, көмірім жоқ. Сосын ана кісі айтады, мен түсіндім. Мен түсіндім, сендер не істеп жатқандарыңызды. Маған бір 2 мұқтаж беріңіз, мен олардың мәселесін шешіп берейін дейді да. Сол жерде біз оларды жаңа қолынан екеуін байланыстырып жібереміз. Бірақ енді мұқтаждардың да жаңағы біз кейде жаңағы жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүріп кететіндері де бар. Жағдайы бар, кәмелетке толған балалары бар, бірақ олар жұмыс істегісі келмейді. Олар айтамыз, келіңіз, біз кәсіп үйретейік, кәсіп мектебін аштық, жаңа осы Қызылордада зекет хаб деген біздің жобамыздың аясында әйел адамдарға тігіп үйретеміз. Нарықта сұранысы бар, мынау жиһаз жасауды үйретеміз, жаңа дәнекерлік деген сияқты бірнеше біз курстарды аштық. Балық берме, қармақ бер деп соларды үйретіп жатырмыз. Яғни зекет қорының жалпы жақсылық жасаудың түр-түрін біз көрсеттік, өмір өзгереді. Неге? Өйткені жаңағы неше түрлі жақсылық жасаған адамдар бізде де болды ғой, мынау Маңғыстауда құрғақшылық болған кезде жаңа бір Шымкенттен бір бауырымыз, шатаспасам, сол қолындағы бар жаңағы несін жинап беріп жіберген. Сосын басталды, Қызылордадан бір вагон, ан жақтан бір вагон. Жақсы іске бір адам өзінің қолындағы
ниетімен аз болса да өз үлесін қосса, онда қоғам өзгереді. Сол қоғам өзгергеннің бір көрінісі бізде жаңағы екінші Омар дейміз ғой, Омар ибн Абдул-Азиз. Оның кезінде байлықты бөлу сондай дұрыс деңгейде қойылғаны сонша, зекет беретін адам таба алмай қалған ғой, мұқтаждар қалмаған. Сондықтан зекетін уақытылы беріп, ол мұқтаждарға нақты жетіп, бірақ оларды біз жаңағыдай балық беріп қана қоймай, қармақ беріп, кейін шығарсақ, сол өзінің кәсібін жасай алатын деңгейге, онда ол жақсы болады. Мен бір рет Бахрейнге бардым. Бахрейн мен жаңа Эмираттың айырмашылығы, олар жаңа мұқтаждарына ақша бермейді екен. Кәсіп береді. Үйретейік. Бірақ оған қалай жеттіңіз деп мен сұрақ қойдым. Біз 10 жыл қырылдық дейді. Ана мұқтаждар келіп, бере салмайсыңдар ма, не істейсіңдер, неге бізді қинай бересіңдер? Бізде қазір сонда критиканы естіп, Бірақ олар үйретіп, сосын аналар түсінді. Жалпы халық түсінді. Өйткені мысалы жалпы бай мемлекеттерде, мысалы араб мемлекеттерінде жаңа такси айдап жүрген жергілікті халық өкілін тек қана мен Бахрейнде көрдім. Кішкентай мемлекет, өте бай мемлекет, бәрі жатса да болады, ешнәрсе істемей. Бірақ мемлекет оны түсініп жатыр да, жаңағыдай болатынын айтып жатыр. Сен такси ал, біз сені салық алмайық, таксиіңді алып берейік, сен таксовать ет, күніңді көр. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол тек қана бізде емес, жаңа ақшасы өзіне жетіп артылатын басқа мемлекеттерде ол тәжірибе бар. Алла енді әркімді әртүрлі сынайды ғой. Біз енді ойлаймыз, сол кісілер ғана сынақта деп. Жаңағыдай науқас баласы бар, немесе өзінің науқастығы бар, я болмаса сондай бір мұқтаждығы, материалдық мұқтаждығы бар кісілерді көреміз де, Алла сынап жатыр екен, сынақта жүр екен деп. Бірақ Құранда айтады ғой, сендердің бәрін сынаймыз, жақсылықпен де сынаймыз, жамандықпен де сынаймыз деп. Соған қарап отырған дүниесі бар дені сау адамда сынақта жүрген кейде ескере бермейді. Омардың сөзі бар ғой, Алла оған разы болсын. Алла бізді жоқпен сынады, біз оған сабыр еттік. Бармен сынап еді, біз көбіміз содан өте алмай қалдық дейді. Өйткені бар кезде мен сынақта жүрмін деп ойламайды ғой адам. Жаңағыларды ғана мүсіркейміз, соларды ғана ойбой деп аяймыз. Бірақ соған көмектесем екен деп Алла тағала мынаған мал беріп қойды. Жай ғана қарап өтіп кетем екен, жоқ әлде бей-жай қарамай қол ұшын берер ме екен деген сынақ оның да басында тұрды. Және оның сұрауы бар, жауапкершілігі бар ертеңгі күні. Әрине кейбір кісілерге жаңағыдай оқытып, кәсіпке баулып, көмектессең ол көмегіңді алып кетеді. Кәдімгідей соған ілесіп, аяғына тұрып кетеді. Бірақ кейбір адамдар болады, Алла енді оның да өзінің сынағы бар. Сен қанша оны бауласаң да екенге келмейді. Оны сен бәрібір жыл сайын өстіп қамтамасыз етіп отырасың. Өйткені Абу Бәкірдің де өмірінде болды ғой. Мистах деген бауырын өзінің алыс ағайын туысы ғой бір. Соны отбасымен бірге асырап отырған да. Жылдар бойы. Сөйтіп Айша анамызға жала жабылатын кезде ана кісі де еріп, Айша анамызға қарсы сөздер айтып, жалаға еріп кетеді ғой. Сонда Абу Бәкір ашуланады. Басқа енді сен ағайындығың бар. Оның үстіне сенің бүкіл отбасымен бірге асырап отырмын. Сенің мұның ұят болды дейді да, бұдан былай менен бір көмек күтпе деп үзіп тастайды бәрін. Соған бола Алла тағала аят түсіреді ғой. Сендер сонда өздеріңді Алла кешіргенін қаламайсыңдар ма? Егер кешіргенін қаласаңдар, оны да кешіріңдер деп Абу Бәкірді тұспалдап аят түсіреді да. Сонда Абу Бәкір дереу тәубесіне келіп, жаңағы кісіге кешірімін беріп, жаңағы мал дүниесін ары қарай оған жұмсайды. Өйткені ол жерде ниетті де ескеріп тұр да, сен сонда оны маған қарсы сөйлемей, маған жаңағы бағынышты болып жүрсін, мені тыңдап жүрсін деп беріп келе жатсың ба осы кезге дейін? Жоқ әлде Алла разылығы үшін беріп келе жатсың ба? Ол істей берсін, қандай нәрсе істесе де, бірақ сенің ниетің Алланың ризалығы ғой деп Алла тағала ниетін де түзеп қойып жатыр. Сол сияқты кейбір зекет қорынан мысалы жылдап көмек алып отырған отбасылар болуы мүмкін. Ол жаңағыдай шарасыз жағдайдағы кісілер болуы мүмкін. Былтыр алдыңғы жылы Талсуаттағы біздегі оңалту ерекше балаларды емдейтін орталық бар ғой. Сол жерде зекет қорынан бір емес бірнеше мекемесіне андай не деп аталатын құралдар бар, анау неше түрлі жаттығулар жасайды. Ана жүре алмайтын кемістігі бар балаларды жүруіндегі ақаулығы бар. Оларды жаңағы аттатып жүргізеді, неше түрлі андай тартқызады, ЛФК дейтін сияқты нәрселер бар ғой. Соның андай
көп ана несі функциясы көп. Сондай үлкен 2 миллион теңге ма тұрады дейді. Сондай нені Мақсатбек қажы өзі келіп, осы біздің жергілікті зекет өкілі бар, табыстады. Сол кезде мен кейін сол мекемеге барған кезімде балалар шынымен де сонымен жаттығып пайдасын көріп жатқанын көрдім. Сол директор айтады да, жаңағыдай ауру бала туды дегенді естіген кезде мына жерде көбісі неге жатыр деп айтып сұраймыз ғой, кімнің балалары сонда деп. Көбіне 90% дейді, енді сол кісінің сөзі, күйеулері тастап кетеді екен дейді. Жауапкершіліктен қашады да, мен бұның өмір бойы сүйреп жүретін уақытым жоқ, жағдайым жоқ дейді, басқа отбасын құрып, ауру баласымен әйелін тастап кетеді дейді. Енді бұл әйел кісілер енді үйде отыра бермейді, жұмыс істеу керек. Жұмыс істейін десе жаңағыдай тастап кете алмайды, сағат сайын проблемасы бар. Сөйтеді біздің орталыққа келіп береді дейді. Біз оны қараймыз, олар барып жұмыс істейді, жаңағы баласын напақа табады дейді әйелдер. Сондай жағдайда жүрген кісілер бар мысалға да. Сен оған жұмысқа шық деп айта алмайсың, ол баласына қарайды. Оның жаңағы жалғыз жолы тек азық-түлікпен, басқа да мұқтаждықтармен тұрақты түрде қамтамасыз етіп отырасың да. Сол үшін кейбір кісілер кейде ол жұмыс істемей ма, өзі таппай ма деп наразылықтарын айтып жатады. Иә, бірақ шын мәнінде сол кісінің өзі де өзі тауып жүрген жоқ қой. Аллаға беріп жатқан. Біз ойлаймыз, мен ақылды болғасын, мен ана кәсіптің көзін білгесін, сондай бір епті, икемді болғасын, өзімнің ұқыптылығымның, пысықтығымның арқасын. Жоқ, оның мына ризық деген мәселеде ешқандай критерий жоқ. Мысалға, Алла Тағала ажал мен ризықты хадисте екеуін салыстырады ғой. Адамның ризығы ажалынан да бетер оны іздейді деп. Ажалың қалай жазылып қойған болса, ризығың да дәл сол жазылып қойған деп. Неге? Өйткені мысалға ажалды ешқандай критериймен түсіндіре алмайсың. Неге мына кісі 90 жас өмір сүрді, неге мынау 9 айында шетінеді, неге мынау ішінде түсік тастады, неге мынау 15 жас өмір сүрді деп ешқандай себебін түсіндіре алмайсың. Мынау өзінің денсаулығына күшті қарады, бүйтті, сосын ұзақ өмір сүрді деп айта алмайсың. Өйтейін десең, жаңағы армиядан келгеннен бері арақ ішіп келе жатқан 80-ге келіп өлген адамдар бар мысалға. Ол андай бір дүниелік немен түсіндіре алмайсың оны. Алла солай жазды болды. Дәл сол сияқты ризықты да мынау пысық болғасын көп тапты, мынау ақылды болғасын көп, ондай нәрсе жоқ. Алла оған солай жазды болды. Сынады солай, Алла қалады солай. Сондықтан жүріп қой біз еңбек етіп, ол да еңбек етпей ма, өзі таппай ма деу, ол дұрыс көзқарасы емес. Алла соны саған берсін деп көзіңе көрсетіп қойып тұр ғой. Екіншіден, мүшриктер де сұрады ғой, жаңа Ясин сүресінде ме келеді ғой, Алла неге соны өзі тойдыра салмайды? Бізге апарып бер дейді, неге өзі бере салмайды деп. Сонда айтады ғой, саған берген сияқты оған да бере алады Алла Тағала. Бірақ сені бағанағыдай тазартқысы келеді, сені сынақтан өткізгісі келеді, сені дүниеден алыстатып өзіне жақындатқысы келеді, сені шайтанның жетегінде еріп кеткеніңді қаламайды. Айналып келген кезде оразаның аятында айтты ғой, Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды деп. Бұл бүкіл ғибадатқа қатысты да. Зекет бұйырып жатыр ма? Алла біздің жеңілдігімізді қалайды. Иә, біздің игілігіміз үшін. Намаз оқы деп жатыр ма? Ол да біздің игілігіміз үшін. Сондықтан да күллу амали бани адам алаху дейді. Адам баласының бүкіл амалы өзі үшін дейді. Жаңағы имам Ғазали бір хадис келтіреді, қиямет күні Алла Тағала адамнан сұрайды екен, мен үшін не істедің деп. Сонда намаз оқыдым дейді екен. Намазың өзің үшін оқыдың, рахатын өзің көрдің дейді. Жамандықтан тыйылдың, таза жүрдің. Зекет бердім десе, онда өзің үшін істедің, жақсылығын өзің көрдің дейді. Малың артты, жаңа басқа малыңды қорғадың, зекеттің артықшылықтары ғой, малың тазарды, өзің тазардың, ораза ұстадым дейді екен. Онда өзің үшін істедің, өзің пайдасын көрдің дейді. Жаңа денсаулығыңды сақтадың, басқа қыл дегендей. Сонда не істеуің керек сен үшін? Алла деген кезде, сонда Алла Тағала айтады, мен үшін біреуді жақсы көрдің бе, мен үшін біреуді жек көрдің бе деп. Алланың ризалығы үшін сен бүкіл ішіндегі сезімдеріңді бақыладың ба деп тұр ғой енді. Сол сияқты бұл жердегі айтпағым, анау ғибадаттардың бәрінің пайдасы өзіміз үшін ғой. Айналып келген кезде біз жақсы болсын, біз бақытты болсын деп бұйырады да соның бәрін. Деді Құранда. Саған Құранды бақытсыз болсын деп түсірмедік дейді. Керісінше бақытты болсын, жақсы болсын деп осы Құран келіп тұр, пайғамбар келіп тұр. Бізден талап етілетін жалғыз нәрсе тек итағат, бойсыну болды. Көп рахмет, Алла разы болсын. Мақсатбек ұстаз, Дастан имам, зекет қорының Қызылорда облысына жасаған сапары қабыл болсын. Қаншама дүниелер айтылды. Енді Құранда Алла Тағала айтады ғой, ескертіңдер, ескерту әрқашанда пайда әкеледі дейді. Сондықтан да діни басқармадағы жасап жатқан имамдар ағаларымыз болсын, қайырымдылық қорда жүрген ағаларымыздың барлығының да мақсаты осы әйтеуір
титтей болса дейді ғой қазақ, титтей болса да пайдалы болсам екен, пайдамды тигізсем екен, туған жерге, елге, дінге деген жанашырлығы. Сондықтан да алла разы болсын. Құрметті көрермендер, зекет қоры, неге зекет қоры деген сұрақ сіздерде пайда болуы мүмкін, қорлар көп кетіп. Өйткені зекет қоры ол діни басқармадағы қор, өйткені зекет қоры ол Құран мен хадисті тікелей алға мақсат етіп алған қор. Сондықтан да зекет қоры ол сіздердің қайырымдылықтағы жол сілтеушілеріңіз болсын. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын. Зекет қорымен бірге болыңыздар. Біз астына зекет қорының әлеуметтік желілерін қазір көрсетіп қоямыз. Сол әлеуметтік желілерге жазылыңыздар. Зекеттің жасап жатқан жұмыстарымен, айналысып жатқан акциялармен, жобалармен таныс болып жүріңіздер. Алла баршаңыздан разы болсын.